Бұл видеодан пәтерде болған оқиғаның соңғы бөлімін тыңдай аласыздар. Ағай, сізге төсекті төрге салып қойдым деген қыз дауысы темір кереует жақтан баяу естілді. Жарықты жақпастан жан-жағын сипалап барып, төсекке киімшең қисая кетті. Көз алдында ұп-ұзын кірпігі инелік қанатындай дамылсыз дірілдеп, сүп-сүйкімді бойжеткен бейнесі тұр. Қасына барса қайтер екен? Шошып кетпес пе екен? Қой, шошымас. Шошып не көрініпті? Не болса о болсын, нар тәуекел. Осы жасқа келгенше әлі бір қыздың жалаңаш тәніне қол тигізіп көрмепті. Енді көр, уылжып, қол созым жерде жатыр ғой. Есік болса да ілулі. Жігітпісің? Жігіт болсаң тұр орныңнан. Мешел адамдай шал жиып жата берме. Құдай өзі айдап келді емес пе? Жүрегің дауаламай ма, Жоқ, неге? Ендеше бар. Бірден бас салмай, ақырын жайлап оят. Әуелі түкті де түсінбей қалар. Сонда сен оның шашынан сипа, аяла. Бетіне бетіңді тигіз, бойын үйрет. Бәрекелді, міне жігіт. Сосын көре қал. Ол саған өзі ысырылып бойын босатар. Сөз жоқ, ысырылып жатады. Жатпаса ше, орныңызға барыңыз деп, жамылғыны тарс бүркеніп алса ше, шыңғырып жіберсе ше, қойшы құрсыншы. Қалай қиялдаса да, жатқан орнынан тұрып, қыздың көрпесін көтеруге батылы барар емес. Қашан кірпігі кірпігіне айқасқанша, көзіне қыздың кеше өзі көрген жалаңаш кеудесі, аппақ бөксесі елестей берді. Көңіл қобалжуы басылып, бойын әлде бір тәтті құмарлық шымырлата бастапты. Кенет қыз темір төсекті сатыр-сұтыр еткізіп, ұшып тұрды да, мұның қасына жетіп келді. Сылқ етіп, тізерлеп отыра кетті. Не болды саған? Деді Амантай басын жастықтан жұлып алып. Біреу келе жатыр, деді қыз үрейленіп. Қорықпа, есік бекітулі ғой. Жігіт жайбарақат сөйлеуге тырысып бақса да, жүрегі кеудесіне сыймай атқылап кетті. Қорықпа, жоқ келе жатыр, әне. Зып беріп, мұны құшақтай алсын. Қорықпа, қорықпашы, кел қасыма жатшы. Басын мұның оң иығына салып, аяқ қолын бауырына жиып алған, оның тұла бойы майда дірілден көпке дейін арыламай жатты. Қыздың еркек атаулыны шабынтып қоятын тәтті иісін рахаттана семіріп, сіміріп, не болғанын білмей Амантай жатыр. Құшағына тығылып, бір уыс боп жатқан қыздың үзіп-үзіп айтқан сөзіне ықыластана құлақ түрді. Мектепті осы жаз бітіріпті, оқуға түсіпті. Әзірге аға жеңгесінің қолында. Күзге салым, оқу басталысымен жатақханаға шықпақ. Біреу естіп қоятындай сыбырлап жағдай айтқан қыз, мұның өзі туралы алқынып жатып баяндаған әңгімесін ұқты ма, ұқпады ма білмейді. Бірақ кешегі түн оқиғасын екеуі де қозғаған жоқ. Қыз не ойлағанын өзі білсін, ол жайында жұмған аузын ашпады. Бұл да сұрамады, жүрек жарасын тырнағысы келмеді. Орнынан тұра салып, өз төсегіне тайып тұрар деп сескенді. Одан да қоянның көжегіндей боп, бауырына тығылып түскенін жаны қалабақ жатыр. Әңгімені тез тауысқан, олар өз ойларымен өздері арпалысып, ұзақ уақыт үнсіз қалды. Бір кезде ерні қыздың ерніне тиді, күйіп тұр. Қыз басын алып қашқан жоқ, былқ-сылқ етіп, ыңғайына бағына берді. Тұншығып жылаған кім сонда? Кім? Мәдемі ме? Санадан шымырлатып шықпай қойған күдік бұны иірімге іліккен жаңқадай құрдымға шым батырып барады. Қарғыс атқыр сол түнгі көрген қорлық түске еніп жатпаса неғылсын.
Сонда не болды екен өзі? Не болушы еді? Қызыл сыраған құзғындар жап-жас қызды. Амантай өз ойынан өзі безіп, сол түнгі жағымсыз жайтты жадынан өшіруге тырысып бақты. Өше бастаған да сияқты еді. Әлгі бір күйінішті зар қайғыны қозғап жібергені. Енді Мәдемі жаққа құлақ түріп, жеті қараңғы түнде тың-тыңдап жатқан түрі мынау. Құдай-ау, әлгі бір ыңырсық дауыс түсім болса етті деп, жас келіншегін жамандыққа қиғысы келмей, Мәдемінің дем алысына құлақ төсейді. Шешесі байғұс үлбіреген ұялшақ келінін көргенде қалай қуанды десейші. Барын шашып той қылмады ма? Құда-құдағиды ырза ғып аттандырмады ма? Бұның ендігі ойы шешесін ауылда жалғыз тастамай, осында Алматыға тезірек көшіріп алу. Несі бар? Өзі болса жұмыс істеп жүр. Гүлнұр да табыссыз емес. Көзі ұйқыға іліге беріп қуана жымиды. Тағы сол ыңырсып жылаған дауыс. Шошып оянды. Аяқ-қолы дірілдеп жатыр екен. Таң бозарып атып қалған. Өңі қабырып Мәдемінің бетіне үңілді. Жоқ, Мәдемі емес. Мәдемі түкті де сезбей, таңғы тәтті ұйқыда жатыр. Тұмсығын мұның кеудесіне тығып алыпты. Бөлме іші құлаққа ұрған танадай тып-тыныш. Сонда қалай? Еденді сипай беріп, дәліз жаққа бет алды. Тұншыға жылаған қыз даусы құлақ түтпен кетпей ыңырсып тұрып алған. Түнгі ұйқысы қырық-қырау болған ол күн ұзақ көзі кіртиіп мас адамдай бұлғақтады да жүрді. Жылаған қыз даусын ұмыта алар емес. Бас айналар бақыт неге күрмеуі көп күмәнға ұласты. Бұл не өзі? Шешуі қиын не болған жұмбақ? Қалай болып еді өзі? Естігені рас па? Иә, естілді ғой. Естілгенде қандай? Қатарынан 2 түн құлақ қажаған. Ол аз болса, бүгін тағы еститін шығар. Естісе екен. Еңірегенде етегі толған бейбақтың кім екенін біліп тынса екен. Кім ол? Осыған келгенде басы зеңіп жүре береді. Өзім емес пе екем жылаған? Қой, осы мен ауыра бастаған жоқпын ба? Есік алдында бағана таңертең оқты көзін өңменіне қадап, жақтырмай ұзатып салған көршілер кемпір отыр еді. Ол басы салбырап, жұмыстан жабырқау қайтқан мұны көре сала. Сен бала келгіштеп кеттің ғой, деп дүрсе қоя берді. Көрші кемпірдің неге бұлай қадала қалғанын түсінбей аңтарылып тұр. Немене ақшаң көп педі? Бай ма едің? Түсінбедім. Не деп тұрсыз? Түсінбедім. Сендейлердің талайын көргенбіз. Өзің тәп-тәуір баласың. Жезөкші сайқалдарға лағып, ауру тауып алсаң қайтесің. Жүр сосын, өмір бойы іріп-шіріп. Жезөкше, кім жезөкше? Түк білмей қалғанын қара. Мені бір иіс алмас жаман кемпір деп педің. Сендей желіккен балдардың есіл дерті сол анау ғой. Анау пәтердегі жезөкше ғой. Қоя ғой, оны жұрттың бәрі біледі. Селдірек шаш астынан құйқасы ағарып көрінген секемшіл кемпірдің тесірейіп қараған көзінде күмән тұр. Бота көзі мөлдіреп, құшақ жая қарсы алған Мәдемі көңіл кірбің жуып шайып жіберді. Неткен бақыт деген бар дәмдісін қойып, бірден асата салмай, мысқылдатып, таттырып, бір тәттіден соң бір тәттіге ынтықтырып, тамсандыртып қоятынын мен қымбат екен-ау. Көңілі лезде көбелек қанаттанып, елпіп кетті. Мәдемі құшағына кіріп үлгерген жоқ. Есік қоңырауы безектеп қоя берсін. Гүлнұр екен. Үстіне кигені кіндіктен жоғары
көкіректен төмен, бұтта тырысқан шалбар, әп-әдемі қою қара шашын сиырдың үйтілген басындай сап-сарығып күйдіре бояп тастапты. Онысын ана жолы көрген, бірақ байқамағансып қоя салып еді. Енді ол аз дегендей кіндігін жарқыратып келіпті. Не боп бара жатыр өзі? Қарындасының киім-киісін жақтырмай тұрса да, оның басқа кез емес, осы қазір келе қалғанына іштей қатты қуанды. Ауылдағы үйде шошайып жалғыз отырған шешесін қолына көшіріп алмақ болған кешегі ойын айтуға асық. Кел, төрге шық, қазір жұмысқа бара жатыр едім, сендерді көре кетейін деп. Мә, жайнатып жіберіпсіңдер ғой үйді. Гүлнұр таңданысын жасыра алмай, төр бөлме жақта сампырлап сөйлеп жүр. Мынан қара, терезенің пердесін өзгертіпсіңдер. Төсек жапқыштың жараса қалғанын айтамау. Жанып тұр. Біз 2 қыз 6 ай тұрдық қой осы үйде. Жұмыс деп, ештеңесіне қарамаппыз. Әй, өз үйің болмаған соң, Амантай оның осы үйде тұрдық қой деген сөзіне тіксініп қап, бүйіріне шаншу қадалғандай түсі бұзылып бара жатты. Өңдеген үндеген жоқ, ал Гүлнұрдың көзі жайнаң. Ерні сүйрең, әңгімесі таусылар емес. Амантай оның бетіне қарағысы келмей, тыжырынып теріс бұрылды. Жек көріп кетті. Елеңдеп қанша тосса да, сонан бұлай ыңырсып, жылаған қыз даусы қайтып естілмеді. Оның бар сұрағының жауабы, бұрын құрбыммен осы үйде тұрдым ғой деген сөзі болғандай. Амантай қарындасының осы сөзінен кейін кемпірдің айтқанын барлығын саралап, бұл үйден көшпек болды. Себебі бұл үйдің қандай қызмет атқарғандығын енді ғана түсінді. Өзінің жаста сұлу келіншегін алып, ауылдан анасын көшіріп, қала сыртында болса да таза үйге орналасты. Ал қарындасымен одан кейін жақын тартып, бауыр татып сөйлескен емес. Оның әйтеуір ақша табатын жұмыс дегені қандай жұмыс екенін де түсінді. Алла тағалам ешкімді тура жолдан тайдырмасын, бауырларымыз аман болсын. Менімен бірге болып әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.